Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз күздік салат жасаймыз. Мен ол үшін 5 кило помидор алдым и 5 кило тәтті бұрыш алдым. Тұз керек, чеснок керек, қант, сұйық май. Мына тәтті бұрыштың ішін бәрін тазалап аламыз. Помидорды жаман отходтардан алып, екіге бөліп тазалап аламыз. Қазір көрсетем ары қарай. Қазір мен тәтті бұрыштарды тазалаймын, ортасын дәнінен. Өстіп дәнін алып тастаймыз да, таза тарелкаға саламыз. Осылай бәрін тазалап аламыз. Помидорды түп жағын кесіп тастаймыз. Осылай тазалап аламыз. Міне, сладкий перецтарды осылай тазалап алдым дәнінен. Помидорлардың түбін кесіп бәрін тазалап қойдым. Қазір мына 3 ашты бұрышты тазалаймын, түбін. Енді бұларды тураймыз. Осылай 4 бұрышты қылып тураймын. Помидорды сондай 4 бұрыштылап тураймын. Міне осылай тураймын. Помидорды осындай 4 бұрыштылап тураймын. Бұлай. Осылай. Содан кейін бәрін турап алып, ашты бұрышты турап қосып, майға қайнатамын. Мінекей бәрін 4 бұрышты қылып осылай турап алдым. Помидорды, міне перецті 4 бұрышты қылып. Чеснокты аршып қойдым. Ашты бұрышты дайындап қойдым. Енді қазір қалай қайнатады, соны көрсетем. Міне менде 2 кастрюль салат шықты. Қазір қайнатамын. Тәтті бұрыш пен помидорды араластырып қойдым екеуін. Тәтті бұрыш пен помидорды араластырдым. Қазір кішкене май құйып қайнатамын. 10 минуттан кейін чесногын салам, ашты бұрышын салам, тұзын салам, 1-2 қасық қанттан салам. Мінекей оттың астын жағып, енді осы туралған помидор, тәтті бұрышымызды қоямыз. Мынандай жарты кесе сұйық май құямыз. Ақырын араластырып тұрамыз. Мінекей салатымыз қайнап жатыр. Банка қайнатып жатырмын. Енді мына 3 тал ашты бұрыш болған. Сон жартысын мына 1-ші кастрюльме салам. Ашты бұрыштың жартысын салдым, жартысын 2-ші кастрюльге қалдырдым. Үлкен ас қасықпен қатты толтырмай тұз салам. Енді қазір 5 минут қайнасын. 5 минут қайнаған соң чеснок пен қант салам. Мінекей 5 минут өтті, ашты бұрышын салғанбыз. Енді чесноктың жартысын саламыз. Жартысы 2-ші кастрюльге. Чесноктың жартысын салдық. Енді 4 қасық толтырмай қант саламыз. Бес минуттай қайнасын, қақпағын жабамыз. Мінекей салатымыз дайын болды. Енді мынандай бір лавр жапырағын банкіге салып, үстіне салаттан құямыз.
Кейбіреуі бұны лечо деп жатады. Кейбіреуі күздік салат дейді. Лечоға морковь қосып жатады. Мен морковь қоспадым. Жауып қыста тамақпен салат ретінде жесеңіздер де болады. Гарнирге, рожки, жаңа котлет пісірғанда. Рожки, картоп, солардың үстіне сап жесе де болады. Мінекей осылай бетіне дейін толтырып, бетіне кішкене сорпасын құясыздар. Банканы бәрін крышканы қайнатып қойғам алдын ала. Мінекей қайнатылған крышка. Енді осылай қақпағын жабамыз. Мінекей менде 5 банка 2 литровыйдан 5 банка салат шықты. Мінекей лечомыз осындай болды. Ыстық кезінде бұл суығаннан кейін қоюланып, дәмі кіреді, қанттың тұзының дәмі кіреді. Өте керемет. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліңіздер. Комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.